мынау бағана мамаң ешкі сауып келді ғой, сондағы ешкінің сүті, бұл ешкінің сүті ем болады, науқас адамдар ішеді ешкінің сүтін. Содан кейін бұл ешкінің сүтін пісіріп, айран ұйытып, айранын ішеміз. Содан кейін құрт жасаймыз. Бір айранды ұйытып, немене қатық жасап, сүзбе қалта деген болады. Сол сүзбе қалтаға құйып, сүзіп, содан кейін құрт жасаймыз. Мінекей мынау, мінекей ішкен адамға ем болады. Мінекей бағанағы анаңның сауып келген ешкінің сүті. Бұдан ешкінің сүтінен ұйытып, айран жасаймыз. Содан кейін барып, жаңағы әтмет құрт жасаймыз. Құрт қалтаға не қойып. Біздің бағанағы мамаңның сауып келген ешкінің сүтінен жасалған қатық айраннан мінекей құрт болып шығады. Мінекей сүзбе қалтаға сүзіп, соны құрт қылып жасаймыз. Құртты жасау үшін мынандай сүзбе қалтадан тостағанға салып, мінекей бұл ата бабамыздан сағы заманынан келетқан дүние. Осыны мына кейінгі ұрпаққа сендерге білсін деп жатырмыз. Мынандай тұзға, құртқа, мінекей мынандай кішкентай тұз себесін бүйтіп. Дәмді болу үшін, сіңімді болу үшін құрт пайдалы. Мынандай қылып құртты бүйтіп құрт жасайсың екен. Баяғыда әжелеріміз өйстіп құрт жасапқан. Мен де қыз болғанмын, сен сияқты қылып маған үйреткен. Мінекей құрт мынандай болып шығады. Мынау біздің жаңа жасаған құртымыз. Бұл құрт адам денсаулығына өте пайдалы. Бұны заманауи ыдысымызға салып, жақсылап кептіріп алып, қысқа сақтап қойып азық болуға болады. Бұл өте пайдалы. Енді дәмін көре аламыз. Қалай өпті? Келе ғой. Бірінші кептіріп алайық, содан соң жейсің. Салам. Көркемтай, мынау дермен деген болады. Бұл сақ заманынан бері қарай келе жатқан дермен. Бұған бидай салып, бидайды тартып, ұн қыламыз. Ұннан өлсен жейтін нан шығарамыз. Бидайды тартып, дерменге, сосын одан ұн шығады нарадан. Соны не қыламыз? Нан қылып жейміз. Мына ораза айларында аталарыңа, әжелеріңе шөк салып тартып, оны талған қылып оразада тоқ жүрсін деп талған қылып істеп береміз. Бұл сақ заманынан келатқан, атадан балаға келатқан, немере шөбереге қарай кете беретін дүние. Бұл соны естеріңе сақтап жүріңдер. Андай қылып, соны анаң